Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әділетті қоғамға шыншыл сөз» атты кітабы елімізде жүзеге асырылып жатқан маңызды бастамалардың мәнін ашқан еңбек деп бағалануда. Күні кеше жарық көрген кітапта әділетті қоғам құру, білім мен ғылымды дамыту, еңбекқорлықты дәріптеу, жауапкершілік пен отаншылдық құндылықтары кеңінен қамтылған. Әсіресе жастардың рөліне ерекше назар аударылған. Сондықтан бұл еңбек қоғамдық саяси үдерістерді тереңірек түсінуге мүмкіндік беретін маңызды жинақ болмақ дейді мамандар. Бұл кітаптың енді мақсаты біздің өсіп өніп келатқан жас буынға көптеген тәжірибе, тәрбие береді деп, сол мақсатта жинақталған жұмыс деп ойлаймыз. Бұл енді өзінің көп жылдық тарихы баяндалған жерде осындай көптеген тарихи құндылықтардың, мәдениеттің қалыптастыру, сондай көп жұмыстары жазылған.